Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қосу амалына берілген есептер. Бұл сабақта сен есепті қосу амалымен шығаруды үйренесің. Есепті шығару үшін сызбаны таңдай аласың. Балалар, бізге мынандай есеп беріліпті. Үстелде 8 қызыл алма және 5 жасыл алма бар. Үстелде барлығы неше алма бар? Бұл сұраққа жауап беру үшін, яғни есепті шешу үшін, біз есептің графикалық сызбасын сызып алайық. Яғни біз кесіндіні екіге бөлеміз. Бірінші бөлігімізде бізде 8 алма, екінші бөлігімізде 5 алма екен. Енді бізде барлығы неше алманы табу үшін, яғни бізге бүтін белгісіз деп жазып аламыз. Енді балалар, есепті шығарайық. Бүтінді табу үшін балалар, бөлікке бөлікті қосу керек. Яғни бірінші бөлік 8, екінші бөлігіміз 5. 8-ге 5-ті қосуымыз керек. Есептің шешуін жазамыз. 8 қосу 5 тең 13. Жауабы барлығы 13 алма. Біз бүгін есептің қысқаша жазылуымен танысамыз. Бізге қандай алмалар берілген? Қызыл және жасыл. Берілгенде қысқаша жазамыз. Қызыл 8 алма, жасыл 5 алма. Алма деген қысқартып А деп қойсақ та болады. Барлығы қанша алма? Осылай есептің қысқаша жазылуын жазып аламыз. Енді сызбасын сызамыз. Сызбасын сызып алдық. Енді есептің шешуін жазамыз. Яғни 8-ге 5-ті қоссақ 13. Жауабы барлығы 13 алма. Енді оқулықпен жұмыс жасайық. Бізге есепті тап деген тапсырманы беріпті. Мәтіндерді оқы, олардың қайсысы есеп болып табылады? Неге? Тыңдайық. А мәтіні. Марат қысқы демалыс күн орманда өткізді. Ол демалыстан табиғат көрінісін 14 фотосуретімен орман жануарының 5 фотосуретін әкелді. Марат демалыстан көңілді оралды. Енді Ә мәтінін оқиын. Марат қысқы демалыс күн орманда өткізді. Ол демалыстан табиғат көрінісін 14 фотосуретімен орман жануарының 5 фотосуретін әкелді. Марат демалыс күні қанша фотосурет түсірді? Осының ішінен есепті шығар, белгісіз бүтін санды қалай таптың? Яғни балалар, біз екі мәтінді оқыдық. А және Ә мәтіні. Қайсысы есеп бұл жерде? Дұрыс айтасыңдар, Ә мәтініндегі бұл есеп. Себебі бұл жерде балалар, Марат демалыс күні қанша фотосурет түсірді деген сұрақ қойып тұр. Біз бұл сұраққа жауап беруіміз керек. Ал бірінші мәтінде есептің шарты бар, бірақ есептің сұрағы жоқ. Енді есепті шығарайық. Алдымен есептің қысқаша жазылуын жазып аламыз. Табиғат көрінісі 14 фотосурет екенді, ал орман жануарының 5 фотосуретін түсіріпті. Барлығы қанша фотосурет? Енді сызбасын сызып аламыз. Бірінші бөлігіміз 14, екінші бөлігіміз 5 екен. Барлығы қанша фотосурет екені бізге белгісіз, яғни бүтін белгісіз. Енді есептің шешуін жазамыз. Бүтінді табу үшін бөліктерді қосамыз, яғни 14-ке 5-ті қосамыз. 14 қосу 5 тең 19. Жауабы 19 фотосурет. Жарайсыңдар ба? Есепті жазып, қысқаша жазылуын жазып, шығаруды үйрендік деп ойлаймын. Енді оқулықтың 63 бетіндегі тапсырмаларды орында.
жұмыс дәптерінің 59-6 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Іске сәт балалар, тапсырмаларды мұқият орындайық.